Қайырлы күн баршаңызға достар, мен арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Сандуғаш. Бүгін ірімшікті тоқаш дайындайтын боламыз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп жандағы қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Ал ендеше видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге дайындайтын боламыз. Ыдысымызға жылы сүт, сұйық май және де жұмыртқамызды, тұзымызды барлығын салып араластырып алатын боламыз. Бір қалып етіп араластырып алған соң, үстіне ұнымызды 2 бөліп салып араластырып аламыз. Алғашқы бөлігін салып, қоймалжың қалыпқа келтіріп аламыз. Енді бір қалыпты болған соң, оның үстіне қалған бөлігіндегі ұнымызды қосып, жұмсақ әдемі қамырымызды илеп дайындап алатын боламыз. Екінші бөліп қамырымызды қосқан соң, үстіне разрекетелікте қосып, жақсылап қамырымызды илеп дайындап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай сондай әдемі жұмсақ қамырымыз дайын болды. Оның үстіне сүзбемізді, творогымызды салып алдық және де теркадан өткізілген сырымызды, терканың ірі көзінен өткізілген сыр және де кубиктап майдалап тураланған қызыл және сарғыш тәтті бұрыштарымызды қосып алдық. Және мына жерде көк пияз, укроп және петрушка бір бумадан осылай аздап қосып алдым. Мұны да қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Жақсылап бір қалыпты етіп қамыр илеп аламыз. Өте тәмді, өте ерекше болып шығады. Қамырының өзі жұмсақ әдемі қамыр. Артық ешқандай ұнды қажет етпейді. Осылай дайындап алған соң, осы күйінде жылдам пісіріп алатын боламыз. Табамызға пергаментный бумаганы төсеп, енді тоқаштарымызды осындай дөңгелек пішінге келтіріп, дөңгелектеп қолымызбен кішкене басыңқырап, барлығын осылай дайындап алатын боламыз. Қамыры сондай жұмсақ, нәзік қамыр. Сондай жеңіл қозғалыстармен оңай дайындап алатын боласыз. Көз шамасында барлығын бір келкі осындай домалақ пішіндерге келтіріп аламыз. Енді барлығын дайындап алған соң, жұмыртқаның сарысына кішкене су немесе сүт қосып, осылай араластырып, барлығын бетіне жағып шығатын боламыз. Осы уақытта пешімізді алдын ала қыздырып дайындап алатын боламыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минут шамасында осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, дайын болды. Өте жылдам, өте оңай және де ең бастысы өте дәмді болып шығады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алда көптеген рецептермен бөлісетін боламын. YouTube арнамнан да көптеген тағам сосын түрлерін таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет.